Балалар, келесі сабақ математика. Сабақтың тақырыбы есеп шығару. Ақшаны қалай төлейміз? Балалар, мен мәтін есепті шығарған кезде сендерге қосымша сабақта үйреткен болатынмын. Мәтін есеп 4 бөліктен тұрады. Яғни ол есептің шарты, сұрағы, шешуі және жауабы болады. Есептің 2 бөлігі болатын тағы есіңде сақта. Ол шарты, сұрағы, міндетті түрде. Ал есептің шартын сызба түрінде көрсету өте ыңғайлы. Мәтін есепке назар аударамыз. Назым асханадан тоқаш пен 1 стақан сүт сатып алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге, 1 стақан сүттің бағасы 30 теңге. Назым қанша ақша жұмсады? Әрине бірден жауап бергенге оңай, ал енді осы есептің шартын қалай құрамыз? Міне балалар, көз алдыларында дайын мәтін есептің 4 бөліктен тұратын дайын есеп құрылған. Шартына сызба, түзу сызық сызамыз. Әрине оны 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлікте 20 теңге тоқаштың бағасы, екінші бөлікте 1 стақан сүттің бағасы 30 теңге жазылған. Ал екеуінен барлық төленген ақшаны табу үшін барлығы деген белгіні қоямыз. Яғни бүтін санның орнында сұрақ белгісі тұр. Біз соны табуымыз керек. Яғни шарты сызба арқылы құрылды, сұрағы көрсетілді. Енді үшінші кезең, үшінші бөлігі, шешуін табуымыз керек. Алдыларында дайын көрсетіліп тұрғандай 20 мен 30-ның қосындысы 50-ге тең. Ал жауабы 50 теңге жұмсады. Мінекей балалар, біз қазір мәтін есептің керекті 4 бөлігін де орындадық. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Алдымен сұраққа жауап береміз. Қарындаш қанша тұрады екен? Әрине 10 теңге. Ал өшіргіші 8 теңге тұрады екен. Енді осы сурет бойынша өзіміз есеп құрастырайықшы және оны шығарайық. Мінекей балалар, алдыларында дайын мәтін тұр. Біз қазір бағанағы алдындағы слайдта көрсетілген суретке қарап мәтін құрастырдық. Жансая дүкеннен 10 теңгелік қарындаш пен 8 теңге тұратын өшіргіш сатып алды. Ол сатушыға барлығы қанша ақша төледі? Шарты дайын көз алдыларында тұр. Демек, қарындаш 10 теңге бірінші бөлікке жаздық, екінші бөлікте 8 теңге өшіргіш, барлық төленген ақшаның құнын табуымыз керек. Сұрақ белгісі де көрсетілді. Ары қарай шешуі табылды. 10 мен 8-дің қосындысы 18, жауабы 18 теңге жұмсады. Мінекей балалар, мәтін есепті шешу жолындағы 4 бөлікті де біз орындадық. Сабақты қорыту. Есептің бөліктері мен оған сәйкес атауларын сызық арқылы қос. Балалар, сендерге мәтін есептің 4 бөлігі алдында қатарымен көрсетілген, ал астыңғы кестелерде орындары шатастырылып берілген. Яғни біз турасын қазір сызба арқылы қосуымыз керек. Ал енді қараңдаршы, бірінші есептің шарты. Шарты астыңғы 4 кестенің қайсысында орналасқан? Кәне, біріншісінде ме, екіншісінде ме, үшіншісінде ме, жоқ, төртіншісінде ме? Әрине, төртіншісінде. Өйткені бұл жерде есеп берілген. Мақпалдың 20 теңгелік және 10 теңгелік монеталары бар деген. Ал енді сұрағы. Сұрағы қай кестеде орналасқан? Әрине ол үшінші кестеде. Мақпалдың қанша ақшасы бар? Шешуі. Мен ойлаймын, шешуін табу сендерге мүлдем қиын емес. 20 мен 10-ның қосындысы 30, ал соңғысы жауабы Мақпалдың 30 теңгесі бар. Балалар, дәптермен жұмыс 13 сәуірді міндетті түрде жазамыз. Сендерге тағы да үйге мен тапсырманы орындау үшін мәтін есеп бердім. Мәтін есепті мағынасын түсініп оқимыз, және де маған керекті осы 4 бөлікті толығымен орындаймыз. Бірінші шартын сызба арқылы құрамыз, сұрағын міндетті түрде сызбада көрсетеміз, шешуін жазып, жауабын толық жазамыз. Мен ойлаймын, балалар, мына жетістік баспалдағының ең жоғарғы баспалдағында тұр деп. Егер де саған сабақ түсінікті болса, экранға қарап бас бармағыңды көрсетсең болады. Мен оны көрмесем де сезіп тұрмын. Жарайсыңдар балалар, қанеке классрумдағы тапсырманы орындауға
кірісеміз.